Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Қазақбой және ютубқа жоқ болып кеттім, кешіріңіздер, бірақ енді қайтадан келдім. Бүгін бізде Free Fire'да жаңа обновление шықты, яғни жаңа обновление шықты, то есть жаңа режим шықты, кешіріңіздер. Сол жаңадан шыққан режимді бүгін біз тексеріп көретін боламыз. Ал біз видеоға кеттік. Ал достар, біз қазір өзіміздің ойынымызға кіріп бара жатырық. Ал бірінші бізде пышақпен атысады екен. Бұрында бір режим болып еді ғой, естеріңізде ма? Пышақпен атысатын. Мен кішкене бір-екі рет ойнап көргем. По идее, осы пышақпен атысады да, сосын оружиялар береді. Айналайын, бергел. Тоқтай тұрыңыздар. Бергел. Бізде бұл жерде Калахари картасына ғана шықты. Окей. Калахари ғана картасына жаңадан шықты. Ата берсек не болады екен? Тием екен анаған. Уже бізде. Ал болды. Енді маған ең ұнамайтын кезі бітті. Маған ең ұнайтын кезі басталды. Яғни атысатын жері. Достар, егер де мен дұрыс ойнай алмай жатсам, кешіріңіздер. Өйткені бір приложениемен видео түсіріп жатырмын. Әрине телефон қатады енді кейде. Қатқанда қатпайды ғой. Окей. Бергел. Төбеде бар. Окей, сен алған шашын. Кішкене енді приложение дұрыс көрінбей сетті қату мүмкін. MP40. Енді бұл жерден бастап мен кезегім келген шығар деген ойдамын. Өйткені енді MP40 болған соң тезет біткетпегенде менің кезенім келді. Бұл жерде MP40-пен атысатын тағы да жігіттер бар екен. Так, бізде әлі 4 талына оқ дейді. 4 адам өлтіру керек шығар.Айды мен ойымша. Әлде мүмкін олай да емес. Так. Все. Болды, все. Пойди сондай менің ойымша. Қазір бізде біреу ақ қана қалды. Все, болды. Пойди сондай. Бұл жерде пойди мен ойымша солай. Ал біз арғарай. Жігітше болды. Ақырын. Айналайын ақырын. Пойди сондай. Қазір бала мені өлтірді. Әрен дегенде өлтірді бұл. Маған өз қастасып алыпты. Окей, қастас. Мен семен атысуға желаниям ұрып тұр. Жақсы, түсіндік. Жақсы, түсіндік. Қазір тағы да бір айта кетерлік жайт. Free Fire'ның 3 жылдығына орай керемет халявалар шығып атыр. Ертең персонаждар беретін болады. Сол күнді жіберіп алмаңыздар. Екеуі. Біреу кетті. Мен просто өлтіру үшін тұрдым, әйтпесе секіріп баруға болатын еді. Пойди осы жер атысқанымыз. Пойди осы жер. Жақсы. Жай. Қарындас. Жақсы. 2 рет адам өлтіру.
Ой. Ел болды. Екі рет адам өлтіру. Бітті. Ал біздің алдымызда. Қазір бізде 6, олар біз 6-шы уровень ба, сондай да, по идее. 6-шы автоматмен ба атысып жатырық. Ал олар 5-ші. Қателеспесем солай. Оу. Жарайды. Өліп қалғандай болайық. Жақсырақ. Болды, все, кетті. О, P90. Петух десек те болады, қысқарттым. Ой. Стоп. Түсінбедім. Мен жерге түскенде аттым ол. Через стена атама не? Болды. Көтеріл, оттяжка, көтеріл. Почему ойын менің ойыным жүрмей жатыр? Қазір. Ой, айнал. Жоқ ешкім. Ана жерде жабылып жатыр. Че там, бояушақтар ма? Сен не істеп қойдың? Қазақ? Бойс. Болды. Мен не істеп қойғам жақсы білем, сондықтан маған айтпай қой. Десіне. Өз-өзіне айтып алып, өзінің бір нәрсе деген. Менен ғана көрген шығарсыздар. Жақсы. Болды, қумаймыз, біз кеттік ойынымызға. Кешіріңіздер, кішкене уақыт өтіп кеткеніне, себебі видеоны мен ұзақ қылғым келмеді. Бәрімен ондай көп уақыт алған жоқпын. Жақсы. Достар, сіздерге бір өтініш. Арнаға жазылып, 20 подписчикке жеткізіп тастайық. Сіздерден сол ғана менен өтініш. Жақсы. Жақсы. Жоқ екен ғой. Все. Жақсы. Ой. Спас, окей. Трабаш болса жарайды. Хоть бұны спасты бергендерін не Гарена. Спаспен мені дұрыс ойнай алмайтынды біліп әдейі қойдыңдар ма? Айтыңдар, айналайындар. Кіріп кет. Хоть бы ВСС болса да, орысша ВСС болса да, рахмет. Гарена, не істеп жатсың?
по идее бұндай режимдардың шыққаны кейбір ютуберлер үшін жақсы, яғни көп автомат гранатаға дейін баратын еді ғой. Вообще-то граната емес, парангқа дейін барады. Окей, не болса да біз ұттық. Үшінші орын. Ну, нормально. Достар, осы режим ұнаса, арнаға жазыламыз. Дәл қазір коммент жазамыз, лайк басамыз. Сіздермен болған мен, Казақ Бойс. Жүздескенше.